Эфир бітті, біз енді қайтып бара жатырмыз үйге, әркім өз үйіне, бірақ мен досыммен бірге қайтып бара жатырмын. Привет, қалдарыңыз қалай? Бабушка, слушайте. Қайда ауырып қалған тұғын, қайда қарасаңшы? Нормально тұрсық. Соңғы 2019-да Кореяға кетер алдында жеген субсидия, прикиньте. 2020, 2021, 22, 3 жыл өтіп қалған. 3 жылдан кейін субсидиядан нені татып отырмын. Кайф. Ашыңа берғам, бақпеш өте күшті. Жеңізді ашық келе. Неге специально ашылады ғой, өзімде ашылады. Специально ма? Иә, ашылады. Қалай тәте жазылдыңыз ба, кішкене ауырып жатыр едіңіз ғой? Жақсы болдым, иә. Кішкене бетіңіз бері қарап жақсы болып қалдыңыз ба? Иә, жақсы. Дұрыс, менің арқамда ол. Бірінші Алла, иә, екінші сенің арқаңда. Ой, прямой эфир осы историямды құрып қойсам, жаман мақтайды мені бар ғой. Өшірсем, жамандайды ғой. Кімге жаман дейді? Так, маған үміткер болып келетін жандар, осындай KFC күшті дәмді KFC'ді алып берсеңіздер, немесе дайындап істей алсаңыздар, пожалуйста, келіңіздер. Тато жұп болып кетеді сіздермен. Саған келетін қыздың талабы не важны ғой? Сенің талабың важны ғой. Жоқ, енді қандай болу керек енді? Сіз үйдің келін қандай келін болу керек? Енді мен өзіме келін ретінде жаңағы ата-ананы сыйлайтын, ол бірінші. Сосын екеулердің араларында жаңағы сыйластық, бір-бірлеріне құрметтеу. Сол енді бір-бірлеріңді сыйлап құрметтейтін болсаңдар, барлығы болады ғой, бір-бірлеріңе сену, ата-ананы екі жақтың ата-анасын бірдей құрметтеу. Бұл инабатты, жүрегінде иманы бар, үлкенге ізет, кішіге құрмет көрсететін келін керек. Ондай болса мен вообще үміткерге келмейтін сияқты болма, ондай адам бар ма? Неге? Неге жоқ, бар. Бәріне топырақ бірдей шаш.